Жалпы өркениет деген түсінік, оның ғылымда 200-ден астам мағынасы бар екен. Өркениет сөзінің мағынасы өзіндік жазуы бар, өзіндік территориясы бар, өзіндік жері бар, заңы бар, билеушісі бар, халқы бар қоғамды өркениет деп атаймыз. Жалпы өркениеттің өзі үшке бөлінеді. Дәстүрлі немесе аграрлы өркениет, индустриалды өркениет, үшіншісі постиндустриалды өркениет деп атаймыз. Ал біздің мына слайдта дәстүрлі өркениет ұғымын талдайтын боламыз. Дәстүрлі өркениет дегеніміз бабаларымыздың мәдени тәжірибелері мен өмір салтын қайталауға негізделген өркениет. Яғни біздің Қазақстан жерінде өмір сүрген бабаларымыздың, тайпаларымыздың өздерінің қалдырған дәстүрі, мәдениеті, олардың жасаған өнер туындыларын біз дәстүрлі өркениет деп атаймыз. Мысалы, сақтар, үйсіндер, қаңлылар, сарматтар деп айтуымызға болады. Дәстүрлі өркениеттің кезеңдері, яғни индустриалды өркениетке дейінгі ежелгі және орта ғасырларда болды. Бұл өркениеттің бірінші кезеңі. Дәстүрлі өркениеттің қандай белгілері бар? Бірінші, табиғатпен тығыз байланыс болды. Адамның әлеуметтік топпен қатаң қарым-қатынасы, яғни ру, тайпа бірлестіктерінің бір-бірімен байланысы, дәстүрдің дәріптелуі, салт дәстүрлер, материалдық мәдениеттер, рухани мәдениеттер тағы сол сияқты, діни сана, яғни көп дінге сену, даладағы көптеген конфессиялар дейміз, көптеген діни ағымдар дейміз. Осының барлығы да дәстүр өркениеттің белгілері болып табылады. Орталық Азияның ертедегі дәстүрлі өркениет тарихы туралы жазба деректер. Жалпы біздің Қазақстанға, соның ішінде Орталық Азияға қатысты деректерді, ежелгі заманға қатысты 4 үлкен дерек көздеріне бөлеміз. Біріншісі антикалық деректер. Антикалық дегеніміз ежелгі грек, Рим тарихшыларының еңбектері. Екінші көне қытайлық. Үшінші ирандық немесе оны біз парсылық деректер дейміз. Төртіншісі көне түркілік деректер. Антикалық деректер. Мана біз айтқан болатынбыз, грек, Рим тарихшыларының еңбектерін біз антикалық дерек деп атаймыз. Бірінші бізде тарихтың атасы Геродот. Тарих атты еңбегі бар, барлығымыз білеміз. Бұл еңбегінде ұлы Кирдің Орталық Азияға жасаған соңғы жорығы туралы баяндалады. Кирді бұл парсы мемлекеті, соның ішінде Ахемениттер династиясының негізін қалаған патша деп барлығымызды айтып жүрміз. Сол Кирдің Орталық Азияға жасаған шабуылдары жақсы сипатталған. Екінші Страбон. Еңбегінің аты география, 11-ші кітабы. Бұл еңбегінде Александр Македонскийдің жорықтары туралы жазылған. Үлкен Плиний. Еңбегінің аты жаратылыстану тарихы. Одан кейін Птоломей. География еңбегі. Осы үш еңбекте Александр Македонскийдің жорықтары туралы жазылған. Соңғысы Амиан Марцелин ғұндардың Европаға жорықтары туралы баяндайды. Екінші дерек көздері қытайлық деректер. Бірінші Чжан Цзян, біздің заманымыздан бұрынғы 2-ші ғасырда Ферғана, Жетісу, Қаңлы, Бактрияға сапар жасаған саяхатшы. Оның басты еңбегі Батыс елдері. Өзінің саяхатынан кейін өзінің көрген жерлеріндегі мәліметтерді өзінің еңбегіне жазып қалдырған. Екінші шығыстағы тарихтың атасы Сматсиян. Еңбегінің аты тарихи жазбалар. Бұл еңбекте осы Қазақстан жеріне қатысты Үйсін, Қаңлы, ғұндарға қатысты мәліметтер алуымызға болады. Сматсияның өзі Қытайдағы хан әулетінің тарихшысы болған. Келесі үшінші дерек бізді ирандық деректер. Осы дерекке қатысты бірінші кітаптың аты Авеста кітабы.
Бұл Авеста кітабы парсылардағы зороастризм дінінің ең қасиетті кітабы. Бұл еңбекте қола дәуіріндегі Орта Азиялы жауынгерлер мен малшылардың өмір салты және рухани мәдениеті жөнінде көптеген мәліметтер берілген. Екінші еңбекті бірінші Дарийдің жазбалары құрайды. Бірінші Дарий өзі Бехистун жазбаларына арнайы тасқа қашап, өзінің көрген білгендерін жазып қалдырған. Әсіресе Орталық Азия халықтарының парсыларға қарсы көтерілісі, олардың далалық көшпелілер мен Парсы империясы арасындағы қатынастары айтылады. Жалпы түркілік деректер ежелгі заманға қарағанда ерте орта ғасырға қажет маңызды деректерді береді. Барлығымыз білеміз, түркілер ең алғашқы кезде соғдылық, руналық жазуларды пайдаланды. Кейін соғды жазуынан кейін өздерінің руналық жазулары пайда болды. Соның негізінде Архон Енеси немесе руна жазбалары деп атаймыз. Бұл деректер біздің заманымыздың бірінші мыңжылдығында өмір сүрген ежелгі түркі мемлекеті тарихы туралы аса құнды жазба дерек болып табылады. Мысалы, Күлтегін жазуы, Білге Қағанның басына қойылған құлпытастар, Тоныкөк жазбалары деп атаймыз. Осының барлығы түркілік руна жазуларымен жазылған маңызды деректер болып табылады. Томсон атты ғалым 1893 жылы ежелгі түркі қолжазбаларының құпиясын ашты. Ал келесі ғалым Радлов түркі қолжазбаларының алғашқы аудармасын жасады. Қазақстанды археологиялық зерттеу тарихы. Жалпы Қазақстанды зерттеу тарихы 19 ғасырдан бастап кешенді зерттеліне бастады. Ең алғаш сондай ғалымдардың бірі Радлов 1826 жылы Алтайдағы мұздықтарға айналған қорғандарға қазба жұмысын жүргізді. Сөйтіп, Қазақстан жеріне қатысты археологиялық қазбалардың алғашқы жұмысы басталды. Екінші ғалым Пантусов бірінші болып тасқа қашалған петроглифтерге және оларды суретке түсіріп деректер қалдырған болатын. 1889 жылы Жетісудағы 3 қорғанға қазба жұмысын жүргізді. Келесі ғалым Бартольд 1893-1894 жылдары Шу, Талас және Іле алқаптарындағы ескерткіштерді зерттеді. Келесі ғалым Қаныш Сәтбаев Сарыарқаның ежелгі ескерткіштерін зерттеді. Ежелгі кен істері мен мыс қорыту өндірісін анықтады. Зерттеу нысаны Орталық Қазақстан. Әлкей Марғұлан Орталық Қазақстан археологиялық экспедициясына жетекшілік етті. Осы жетекшілік етуімен қатар Сарыарқадағы неолит және энеолит дәуіріндегі мекендерді, қола дәуіріндегі қоныстарды зерттеді. Келесі ғалым Кемел Ақышев Іле археологиялық экспедициясына жетекшілік етті. Бесшатыр патша қорғанын, тамғалы петроглифтерін ашты. 1969 жылы алтын адамды тапты. Келесі ғалым Қадырбаев 1970 жылы петроглифтерге зерттеу жұмыстарын жүргізді. 1970-80 жылдары орта ғасырда қалаларға Отырар, Қостөбе, Түркістан қазба жұмыстарын жүргізді. Келесі ғалым Зайберт 1980 жылдары энеолиттік Ботай мәдениетін зерттеп, осы жерде алғаш жылқының қолға үйретілгендігін дәлелдеді. Келесі ғалым Байпақов Іле Алатауының далалы аймағы мен тау бөктерінде сақтардың отырықшы қоныстарын тапты. Қазақтардың көшпелі өркениеті туралы тарихи этнографиялық еңбектер. Бұл енді көшпелі өркениетке қатысты еңбектер. Бірінші ғалым Салық Зиманов Қазақтардың 19 ғасырдың бірінші жартысында қоғамдық құрылысы. Шахматов Қазақтың жайылымды көшпелі қоғамы. Толыбеков 17-20 ғасырдың басында қазақтардың көшпелі қоғамы. Кішібеков көшпелі қоғам шығуы, дамуы, құлдырауы. Масанов қазақтардың көшпелі өркениеті деп аталатын өз еңбектерін жазып қалдырды.